Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендер қазақ тілі сабағына дауыссыз п мен б-ны ажыратып үйренесіңдер. Осы сабақта сен мәтіннің негізгі ойы мен тақырыбын анықтайсың, п-б әріптерінің жазылу емлесін білетін боласың, нұсқаулықты қарастыра алатын боласың. 14-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Бұл мәтінді түсініп оқу әдісі десек те болады. Олай болса, мәтінді оқимыз. Асқар әдеттегідей мектепке бір ғана қалам алмады. 3 қалам алды. Оны әкесі байқаса да ештеңе демеді. Бірде ол асығып әкесіне келді. Әке, сізде 1-2 қалам болса беріңізші деді. Әкесі жұмыс үстелінің тартпасынан 2 қалам алып үндемей ұсынды. Бір күні әкесі, Асқар, сенің бұл әрекетіңді түсінбедім. Мектебіңе бірнеше қаламмен кетесің де, біреумен ғана қайтасың. Қалғандарын қайда жібересің? Деді. Менің кейбір достарымның жиі қаламы болмай қалады. Біреулері үйінде ұмыт қалдырады. Сондайда мен оған өз қаламымның біреуін беремін деді Асқар. Бұл мәтін Мөлді бұлақ журналынан алынған. Балалар, бұл жердегі қарамен жазылған сөздерге қараңдаршы. Мектепке және мектебіңе. Мектебіңе сөзінде п дыбысы б-ға айналып кеткен. Неге деп ойлайсыңдар? Себебі п әріпінен кейін дауысты дыбыс жалғанса, п дыбысы б-ға айналады. Ал балалар, бұл мәтінде не туралы айтылыпты? Асқар деген баланың үнемі мектепке қалам апаруы туралы баяндалыпты. Жарайсыңдар балалар, Асқар неге бірнеше қалам алып барды деп ойлайсыңдар? Себебі сыныбындағы балдар қаламы үйінде ұмыт қалдырады екен. Оның бұл әрекеті дұрыс деп ойлайсың ба? Жоқ, үнемі олай алып баруға болмайды. Балалар өздері ұмытпай әкелуі керек. Біздің арамызда да сондай балалар бар ма, балалар? Бірақ мұндай қателікті қайталамауымыз керек. Келесі жаттығуға назар аударайық. Сөйлем құрап үйренемін. 13-ші жаттығу. Бағандағы сөздерді оқы. Жауап, жауабы. Есеп, есебі. Алап, алабы. Тәртіп, тәртібі. Шөп, шөбі. Сап, сабы. Балалар, бұл жердегі сөздерді салыстырып, сөз соңындағы п дауысы неліктен б-ға өзгергенін айтып көріңдерші. Өз қорытынды төмендегі мәліметпен салыстыр. Балалар, п дыбысына аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, п дыбысы б-ға айналады. Осы ережені ұмытпаймыз және жаттап аламыз. Жауап сөзінде п дыбысы, яғни соңғы жағында аяқталғаннан кейін оған ы дыбысы, дауысты дыбыс жалғанған кезде п дыбысы жауабы болып б-ға айналып кетті. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі жаттығуға назар аударайық. Қане ережелерді түсініп болсақ, сергіту сәтіне көшейік. Келесі 16-ші жаттығу өзім жасай аламын деп аталады. Берілген сөздерге а, әріптерінің тиістісін қосып, п-ның өзгеру себебін түсіндір. Мектеп, қап, сап, қолғап, шөп, топ. Мектеп, мектебі. Қолғап, қолғабы. Қап, қабы. Шөп, шөбі. Сап, сабы. Топ, тобы. Яғни мектеп сөзінің соңғы дыбысына п болғанымен, оған ы дауысты дыбысын қосатын болсақ, п дыбысы б-ға айналады екен. Жарайсыңдар балалар, орындап болсаңдар, қане тексеріп алайық.
мектебі, қабы, сабы, қолғабы, шөбі, тобы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі шығармашылық үзіліс 17-ші жаттығуға назар аударайық. Мектеп кітапханасында кітапқа тапсырып беру нұсқаулығын толтыр. Кітапқа тапсырыс беру үшін кезек күт. Қажетті кітаптың атауын және авторын айт. Қажетті нұсқау қағазын толтыр. Кітаптың келетін күні мен уақытын біліп ал. Кітапты сол күні, сол уақытта келіп ал. Жарайсыңдар балалар. Осы берілген шығармашылық үзілісті толықтырып айтатын боламыз. Оқып болған соң кітапты кітапханаға тапсыр. Кітапты таза оқып та ұста. Осы сабақта сен мәтіннің негізгі ойы мен тақырыбын анықтадың. ПБ әріптерінің жазылу емлесін білдің. Нұсқаулық құрастырдың. Олай болса, П дыбысын аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, П дыбысы Б-ға айналатынын білдің. Және осы ережені жаттап, келесі сабақта кездескенше балалар.